аталар, асқар таулы әкелер, сіздерге келін болып иіліп сәлем саламын. Мен бұл отбасыға өзге елден келсем де, мені бөтенсінбей, жылы қарсы алған, өз қызындай көрген отбасы мүшелеріне алғысым шексіз. Әй балам, қазақ халқы жылқы малын киер санаған, атты ер қанаты деп атаған. Сонау ықылым заманда жылқы малын ең бірінші қолға үйреткен біздің ата бабаларымыз. Жылқыны міну үшін балдарына ер тоқымды пайдаланады екенбіз. Бұл ер тоқымды ата бабаларымыз аттың үстіне салған. Бұл жерде ер тоқымнан басқа мына жерде үзеңгісі болады, бұның өмілдірігі болады, тартпасы болады екен. Сол кезде мына тартпамен тартқан кезде, адам үстіне отырған кезде үзеңгіге аяғын салып отырады екен. Оны жиі ерді тазалап отырамыз. Мен де сіз сияқты атқа мінемін. Ой, жақсы балам. Құртты қалай жасайды? Я балам, құрт бірден осылай болып жасалып алдымызға келмейді, бірден дастарханға қойылмайды. Әуелі сиырды сауып аламыз, ол сиырдың сүтін пісіреміз, оны суытып ұйтқы саламыз, қатықты күбіге құйып, айран қып пісеміз. Ол айранды ірітіп, құрт жасаймыз. Не содан кейін осындай тұз қосып, дәмі келгеннен кейін осындай әдемі құрт болып біздің дастарханымызға қойылады. Апа, мен сізден көп нәрсе үйрендім. Әсіресе қазақтың салт дәстүрін толық меңгерттіңіз. Сізге көп рахмет. Сенің де біздің отбасымызға түскен қадамың құтты болды. Алтындай бүлдіршіндерді өмірге әкеліп бердің. Көптеп көбер, қосағымен қосағар айналайын. Асыңа, бақыт қонсын басыңа, қырғауылдай жорғалап, қыдар келсін қасыңа. Дастарханың бай болсын, көңілің тасып жай болсын, қазан ошақ май болып, төрт түлігің сай болсын. Берген батамды Алла тағала қабыл етсін.